Баршаға сәлем, сіздермен Алтынай. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көріп отырғаныма қуаныштымын. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, тіркеліп қолдап кетіңіздер. Менің каналымда көптеген рецепттер түрлерін көре аласыздар. Сіздердің әр қолдауларыңыз мен үшін мотивация. Назарларыңыз менде болсын. Бүгін осындай керемет бургерлер жасаймыз. Және де 3 түрлі начинкамен жасалынады. Ішіне 3 түрлі бургер болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен біз ыстық сүтімізге дрожж, яғни ашытқымызды саламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз, сосын қант саламыз дәміне қарай. Сосын жұмыртқаның сары уызын алып, ақ уызын салатын боламыз. Және де бөлме температурасында тұрған сары майды құямыз, немесе ертіп салсаңыздар да болады. Осылай жақсылап барлығын араластырып болғаннан кейін біз қаттылау қамыр илеп, жақсылап үйін қандырып, жылы жерге қойып ашытамыз. Біздің қамырымыздың үйі қанынғанша жақсылап қайтара илетін болсақ, біздің бургердің нандары өте керемет болып пісіп шығады. Сол себепті біз қамырды жақсылап қатты етіп илеп шығуымыз керек. Сілей қатты илемеңіздер, себебі бургерлеріңіз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сол себепті осылай май жағып илейсіздер соңғы жағында. Одан кейін жылы жерге қоясыздар. 40 минутта жақсылап ашып шығады. Біздің қамырымыз ашығанша, сосын біз фаршымызды пісіріп дайындап алатын боламыз. Фаршымызға осылай тұз, және де пияз, бір жұмыртқа, дәміне қарай бұрыш салып, кетчуп салып, ұнды салып, сосын кішкентай крахмал салып, жақсылап мыжып аламыз да, өз формасына келтіріп, табамызға екі шетін ауыстыра отырып пісіріп аламыз. Егер естеріңізде болсын, ауыстырып пісірмесеңіздер, сіздердің бургерлеріңіздің котлеті арасы дұрыс піспей қалуы мүмкін. Сол себепті баяу отта екі шетін ауыстырып пісіріп шығатын боламыз.
арнайы мен видеоны тездеткен жоқпын, сіздерге түсінікті болу үшін тегін мастер-класс түсіріп жатырмын. Осылай біздің котлеттеріміз қып-қызыл әдемі болып пісіп шығады, ешқандай пияздары шетіне шашылып шығып кетпейді. Міндетті түрде дәл солай пісіріп алыңыздар. Ал келесі кезекте котлетімізді пісіріп болғанша біздің қамырымыз ашып қойды. Енді осылай жақсылап бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бұдан кейін кішкене май жағып майлап өзіміздің арнайы ыдысымызға қойып 20 минутқа тындырып қоямыз. Яғни зуала жасаймыз да бетін жауып жылы жерде 20 минут тұрады. Сол кезде өзінің көлемі ұлғайып керемет болып шығады. Қайта алып сол кезде тағы бір дөңгелектеп алатын боламыз. Сосын 20-30 минутта біздің печкамызда 180-200 градуста жақсылап қызартып пісіріп аламыз. Айтуды ұмытып кетіппін, және де видеоға түспей қалған сәт. Осылай барлығын қайта қайтарып болғаннан кейін листімізге салған соң бетіне жаңағы алып қалған жұмыртқаның сарысын жағып, бір тегістеп жағып, күнжут немесе мак сепсеңіздер болады. Сосын жақсылап пісіріп аласыздар. Мінекей достар, қыздар, қараңыздар, осындай керемет бургердің қамырлары дайын болып шықты. Осылай сіздер де міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Сосын кез келген начинканы қолдансаңыздар болады. Бұл жерде мен 3 түрлі начинка жасадым. Яғни біріншісіне помидор, бадырен, яғни қияр, сыр және де ашы салып жасадым. Ал екіншісіне колбаса, яғни сосисканы салдым, помидор огурцийді ғана салып қойдым. Үшіншісіне помидор огурций және де сыр, 2 котлетті салып жасап шықтым. Видеодағыдай дәл жасасаңыздар болады, өз қалауыңыз бойынша басқаша жасасаңыздар болады. Мінекей менің бургерлерім өте оңай жасау жолы. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Мені қолдап, пікіріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздер де осылай жасайсыздар ма? Менің YouTube парақшамда бұдан да басқа көптеген рецепттерді көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Алтынай.